біз Бауыржан Момышұлы атамыздың ұшқан кітабы бойынша оқып, оқырмандар сайысын ұйымдастырып отырмыз. Қиялма қанат бітірген ұшқан ұям атты оқырмандар сайысына қош келдіңіздер деймін. Балалардың ерекше қызығушылығы, ата-ананың қолдауы және кітапханашы апайымыз, Мөлдір апайымыздың ерекше қосылысы, осы жағдайлар бізді ұшқан кітабын оқуға алып келді. Ата-аналар, оқушылар, қазақ халқының батыры, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының ұшқан шығармасы бойынша 4-ші Д сынып оқушыларының әзірлеген қиялма қанат бітірген ұшқан ұям атты оқырман конференциясына қош келдіңіздер. Қазақ батыры, халық қаһарманы Бауыржан Момышұлының ұшқан кітабын оқу мәдениетін дамыту, кітап оқу арқылы ұрпақ санасына ұлттық құндылықтарымызды сіңіру, елін, жерін қорғауға, ерлерді құрметтеуге, батыр бабамыздың баға жетпес мұраларын өнеге, мақтаныш етуге тәрбиелеу. Іс-шара барысында 7 бөлімнен тұрады. Алғы сөз, екінші бейнефильм, Дархан бала бақша ұстаздары, Қайран балалық шағай 3-ші бөлім, яғни балалардың салған суреттері мен күнделіктері сөйлейді. Мына жерде балалар бойынша жүйелі бейнелеген. Бұл жүйелі бейнелеу, мына жақта балалардың күнделіктерінде барлығы жазылып отырған. Кейбір бала 6 бет, 7 бет, 4 бет, әркім өзінің ыңғайына қарай мінекей кітапша қылып әзірледік. Яғни бұл күнделік, мысалы Майлыхан Көркемнің күнделігі Бауыржан Момышұлының ұшқан кітабы бойынша республикалық оқырмандар сайысына ұсынатын күнделігі. Әрбір оқушы осы оқырман сайысына осындай күнделіктер жазып әзірледік. Бұл күнделіктердің алғашқы беті балалар өз қалауыменен менің тәлімді кітабым. Әрине, бұл кітаптың бізге берген тәлімі мол болды деп ойлаймын. Бұл кітапты тек қана балалар мектепте ғана оқып қойған жоқ, үйде ата-аналарымен де жалғастырып оқып отырды. Сыныпта бұл кітапты біз 18 күнге бөліп, өзімізше 18 бөлім етіп, 200 бетке жуық мемуарлық шығарманы біз желтоқсан айынан ақпан айының аяғына дейін оқып бітірдік. Одан кейін суреттер менен бейнелеп, міне осындай жұмыстарды ұйымдастырып сыныпта өткен мазмұнымызға бұл жұмыстарды да осы кезеңге дейін аяқтадық. Қазір енді балалар бақша ұстаздары. Тәрбие алған ортасын суреттеген өмірбаяндық шығармасы ұшқан Бауыржан Момышұлының балалық шағын баяндаған өскен, тәрбие алған ортасын суреттеген өмірбаяндық шығармасы ұшқан мемуарлық романы, оның жазушылық шеберлігін танытқан алғашқы шығармасы. Ұшқан романындағы уақыт кезеңі кеңес өкіметі қалыптасуының алғашқы жылдары. Шығармаға автордың балалық шағы арқау болған, өзінің ес біле бастаған кезінен мектеп табалдырығын аттағанға дейінгі өмірі әңгімеленетін романда күллі дүние автордың өзіне ғана тән көркемдікпен суреттеліп, бала Бауыржанның қабылдауы, сезім түйсігі арқылы өтеді. Қалың халық ортасында, қарапайым отбасында туып өскен, жастай шешеден айырылған, әжесінің қолында тәрбиеленген Бауыржанның алдымен тұлға ретінде қалыптасу үшін әсер еткен басты фактор өзінің түлеп ұшқан ұясы. Сондықтан да жазушы өз отбасын әр қырынан танытуда көркем шеберлік танытқан. Ұшқан ұядағы жылы сезімді образ Бауыржанның әжесі қыз тумастың бейнесі. Айнала ортаның, аш өмірдің, қатал тағдырдың азабының бәрін бастан кешіп төтеп бере білген саялы қыз тумас әже, қазақ халық даналығын, салт дәстүрлерін бойында сақтаған,
достық пен бірліктің, адамгершілік пен отбасының қадірін ұғынған және соны ұрпақтарына, әсіресе сүйікті немересінің жүрегіне бала кезінен бастап еге білген ел анасы. Одан басқа Бауыржанның әкесі Момыш, немере ағасы Момынқұл, әпкелері Үбиян, Әлимандар да өзіндік бейнелерімен айрықша дараланады. Бұл шығарманы тек ғұмырбаяндық роман деп емес, қазақ халқының этнографиялық шығармасы деп атауға да толық негіз бар. Романда қазақ ауылының көрінісі, салт дәстүрі, өмірлік ұстанымдары, дүниеге көзқарасы байыпты да терең бейнеленеді. Сондай-ақ автор қазақтардың өміріндегі үлкен бетбұрыстың басталуын, атап айтқанда егіншілікке, отырықшылыққа бірте-бірте көшуді суреттейді. Жазушы нақты материал арқылы қарапайым еңбек адамдарының қарым-қатынастарында туған түрлі ұлт өкілдерінің достығын көрсетеді. Жалпы көрген, куә болған, есте қалған оқиғалар арқылы сол тұстағы әлеуметтік кезеңді, қоғамдық өмірді суреттеу автордың шығарманы жазудағы басты міндеті болғандығын аңғару қиын емес. Әдеттегідей өзіміздің оқыған шұғаниямызды қысқаша, нақты мына салған суреттеріміз бойынша баяндаймыз. Кім келеді бастауға? Келе қояды. Біз бұл бөлімде Бауыржанның отбасымен таныстық. Оның атасы Имаш, әкесі Момыш, шешесі Разия, әжесі Қыстумаспен таныстық. Оның 4 әпкесі бар екен. Әжесі Қыстумас, әкесі Момыш. Оның 4 әпкесі бар. Олар Үбіш, Үбиян, Салиман, Әлиман. Ең кішісі Бауыржан екен. Момыш өте мейірімді адам. Әрқашан базардан келген сайын барлық балаларға тәтті үлестіріп береді екен. Сол үшін барлық бала Момышты жақсы көреді. Екі ауылдан Қабылбек, Текебай атты билер сайланады. Текебайдың баласы Серкебай Қабылбектің ауылына барып шу шығарып келеді. Текебай Қабылбектің ауылына барып кешірім сұрап келеді. Менің күшігім саған шәуілдесе керек, айыбын көтергелі келдім деп келеді. Қабылбек болса үстіндегі өз тонын шешіп, жерлі шапанын шешіп, сол Текебайға береді. Жабады екен. Оның артындағы халқына қарап, «Уа халайық, мен дауыс беруден қойдым, мына Текебайға дауыс беріңдер» деп ол дауыстан шығады. Мен билік орынға сайланудан бас тартамын. Текебайды сайлаңыздар деп алған екен. Өз Сөз халқына парасатын түсінген екен, Сәбиін әкел жалғастырады. Біз бұл бөлімде Бауыржан таңертең ерте тұрып алып өзінің табиғатына көз салып келеді. Сөйтіп, ол көз салып келе жатқан кезде әжесі киіз үйден шығып, мына күшіктің ерте тұрып алғаны қалай деп киіз үйден шығады. Сөйтіп, ол Бауыржанды киіз үйге шақырады. Өзінің үйіне шақырады. Мына жерде әжесіне келіп, әжесі жүр балам, күміс көктеген деген кезде Бауыржан кірмей қояды. Сосын әжесі жарайды, ішпесең ішпей-ақ қой, бәрін өзім тауысып қоям дейді. Бауыржан қатты бақырып жылайды. Әжесіне келіп тұрған сәті еді, Бірде Бауыржан түнде әскерде жүргенде өзінің есіне қызық сәт есіне түседі. Кішкентай кезінде әжесінің жанында ұйықтап жатқан кезде бірде әкесінің үйіне барғысы келеді. Сөйтіп, ол әжесінің үйінен шыққан кезде далада әдемі боталар жайылып жатқанын көреді. Ұйықтап жатқанын көреді. Бауыржанның көзіне бір ақ боз бота, мамық жүзді бота көзіне түседі. Сөйтіп, ол Бауыржан ақ
ботаның жанына келіп жатпақшы болады. Жатып ол таңертең сол жерде ұйықтап қалыпты. Киіз үйден шыққасын қатты ашуланады. Содан кейін әжесі үйдің есігін қатты бекітіп қоятын болды. Ал бұл жерде Алиман, ортаншы әпкесі Алиман ескі құсқыдан қора жасап, Бауыржанды осы қораға қамап кетеді. Ал өзі болса құрбыларымен бірге кетіп қалады, ойнап кетеді. Қораның ішінде бақырып жылап отырады. Оны бір жеңгесі шығарып, Алиманға өй тентек қыз деп ұрсады. Бұл жерде көп көкесі Бауыржанды керегеге іліп қойып, тымаққа салып, ал Керегеге іліп де қояды екен. Алақанына салып, ал балапаным қашан ұшасын деген кезде Бауыржан бақырып жылайды екен. Биян әпкесі де Бауыржанды аспанға көтеріп еркелетеді екен. Айнала. Ол Биян әпкесі Бауыржанды қатты жақсы көрген екен. Ол өте ақылды, мейірімді қыз болған. Бірде Бауыржан киіз үйдің шаңырағына қарлығаш келеді. Ұялаған, Қарлығаш өзінің балапандарына жем әкеліп жатқан кезде Бауыржан қарлығашты ұшырып жібермекші болады. Үркітеді. Сөйтіп әжесі жанына келіп, «Ей, менің құрметті қонағыма тиіспе» деп айқайлайды. Содан кейін балаларына тәртіпке салу үшін қарлығаштың құйрығы неге айыр болғанын жайлы аңыз айтып береді. Ол кейде балалары жүріп қалады, кейде балалары керісіп қалады. Олар мына жерде Алиман бірін-бірі мазақтайды. Сол кезде Бауыржан Алиманға «Сен маймылсың» дейді. Ал Алиман болса «Сен доңыз жылы тудың» деп мазақтайды. Әжесі оларды тәртіпке салу үшін оларға тағы да жыл қайыру туралы аңыз айтып береді. Соңында не дейді? Соңында Құстумас әжесі «Түйедей бойың болғанша ешқандай ақылың болсын» дейді. Түймедей ақылың болсын балаларым деп өзінің аңызын аяқтайды. Балалар үнемі шекіскен кезде әжесі оларға міндетті түрде бір тәрбиелік әңгімені айтып беріп отырады екен. Содан Бауыржан не түйдім дейді ойыма? Үлкендердің айтқан өсиетінде өнер мен өнеге жатыр екен ғой дейді. Бұл жерде Бауыржан өзінің табиғатында серуендеп жүргенін айтады. Айылып жүрген тау, гүлдер. Ол өзінің табиғатындағы бұлтты әкесіне теңейді. Ал күркіреген найзағайды балаларына ұрсып жатқан әжесіне теңейді. Бауыржанның туған өлкесі. Бұл жерде неге бұл бұлақ аталған екен? Бұл жерде өйткені әр тастың арасынан бұлақтар ағып жатады. Оны санау мүмкін емес. Сондықтан ауыл адамдары бұл жерді Мыңбұлақ деп атады. Мыңбұлақ аталған екен. Момғұл Құстумас әже мен Имаш атаның кенже ұлы болады. Ол сымбатты, сұлу, тентектеу.
Қыңыр мінезді, қыңыр мінезді. еркелігі басым бойында, шолжым. Сөйтіп, ол Жігіт тентек болады. болғандықтан оны Серкебай нағашысы өзінің ауылына тәрбиелеуге алып кетеді. Ол келгеннен кейін, сөйтсе, оған шапан кигізіп оған екен. Қысты массажы жиі неғып тұрды дейді? Оларға барып тұрды. Ол құсты массажы Момықұлды қатты сағынды. Тіпті күндерде барып тұрды. Сөйтіп жаңаға келгенде ол қайтадан өз киімдерін киіп алды, қайтадан өзіне ұқсады. Кейінірек Иә, жастар арасында ауылда неғып жүрді? жыр айтып, жыр өлең айтып жүрді. Оны халық екінші молда деп атады. Себебі ол жерде бірінші молда Момыш ата болған, содан кейін оны Момықұл ата Не сауатты нағашысы оқып жіберді. Бірақ өзінің жастығымен ол қазақтың қисса жырларын жастардың ортасында айтысты да жырлап көңіл көтеріп жүретін еді, иә? Сосын Момықұл өзінің ауылына келіп оралып, балалармен бірге ән күй, жастармен бірге ән күй, жыр тартып жүреді. Оның қылығына ренжіген Серкебай нағашысы Момықұлды шақырып алып айтады: "Мен саған ән күй, жыр тартуды үйреттім бе?" дейді. Сонда Момықұл: "Мен саған намаз бен Құран оқуды үйреттім ғой" деді. Енді бұлай жасаушы болма деді Момықұл. Серкебай нағашысы. Сосын біз бұл тарауда Бауыржанның ең үлкен әпкесі Үбішпен таныстық. Үбіш әпкесі ақтоқтыдай, ақылды, сауатты қыз. Ол қызды күйеуге береді. Бесікке атастырылған жігітке береді. Сол кезде бір жылдан кейін жайсыз хабар жетеді. Сол кезде Үбіш қайтыс болған екен. Сосын әкесі мен әжесі қайғыра. Бұл оқиға ол отбасына үлкен қайға келеді. Сосын әжесі айтады: "Енді мен қыздарымды өзіңе тең емес ұлдарға бермеймін" дейді. Бірақ қазақ халқының қауымалымен, жасауымен атастырамын дейді. Ұзатамын дейді. Өзінің қыздарымды ұнатқан жеріне ұзатамын деп, әкесінің де, әжесінің де пікірі өзгереді. Бауыржанның өтеулі тұқымынан Бабас дейтін кісі өткен. Бабастың інісі Қабаш, ол туыс-туысқандарды аралағыш келетін. Бірде Түлкібастағы Темір руының жігіттері келді. Қабаштың қолын байлап қойған екен. Сонда Бабас сұраса, сөйтсе Қабаш бір тәйірлап сатқан екен. Сөйтіп Еспенбет деген бейдің? Әлменбет бидің, сол қуғыншыларды Әлменбет бидің баласы басқарып келген. Сөйтіп жаңағы Бабас билерге жүгініп 12 қараны толықтырады. 12 қараны толықтырып жатқанда олар бір нәрсені түсінеді. Себебі егер Әлменбет бидің өзі басқарып кетсе, осы жерде үлкен дау-дамай шығатынын түсінеді. Айыбымыз кетер. Сөйтіп олар 12 қараны толықтырып жаңағы қуғыншыларды жібереді. Бірақ сонымен ұры деген ат әлі қалмайды. Базаршылар базарға барып келгенде ұры атағы әлі қалып қойған екен. Содан Бабас қатты ұялып, енді жаңағы ауылда ынтымағы, бірлігі, жаңағы бір адамның қатесіне жасалған барлық ауыл бірлік дайындап береді. Жаңа келген қуғыншыларға айыбымызды өтейміз деп. Ал бұл айып онымен де өтелмейді. Халықтың арасына ол ауылдың ұры қары деген атағы жайылып, одан да бетер күннен күнге бұл ауылдың абыройы түсе береді. Қабаштың басын қасқалап, оған шапан кигізіп, қолына таяқ ұстатып жібереді. Қайда барсаң, онда бар дейді. Сендей маған бауыр болғанша өзімнің намысым керек дейді. Оған теріс батасын беріп, сендей ағайыннан деп өзінің туған бауырын қаңғытып алған екен. Жібереді. Ол жерде жазаның ауыры қасқалау, ал батадан теріс бата болған. Батаның теріс.
ауырып теріс Теріс бата бата. екенін ұқты, Иә. Сөйтіп жаңағы ол Қабаш Өзбекстанға барып, өзінің жарын табып, сол жерде үйленіп, өлер кезінде балаларына айтады екен. 80-ден асқан шағында 80-ден асқан шағында балаларына айтады. Сендер бұл жерде, сендердің туысқандарың Мыңбұлаққа барыңдар, сол жерде туысқандарыңмен көрсіңдер. менің бетімді жаққаннан кейін Сол өз елдеріңді тауып алыңдар балаларым деп көсет қалдырған. келген. Жаңағы олар ауылға келгенде жаңа туысқан ат, олар өздеріне жаңа туысқан ат деген ат қойғыш, жаңағы ауыл ат қойғыш келгендіктен кейін оларға жаңа туысқандар деп қояды. Одан бұрын Бауыржан ата өлген тірілді ме деген жұмбақ Ауыл істейді. адамдары өлген тірілді деген осы екен ғой деп бәрі жылап сықтап жаңағы бауырларменен қауышады. Бірақ халық арасында бауырласып қайтадан тату өмірге араласып кеткен екен, иә Ружан? Жарайды. Содан бір күні олардың ауылдарында сайлау үкіметі ашылады. Соған көп адамдар қатысады. Оның ішінде Момынқұл да болады. Жаңа үкімет, совет үкіметі орнап жатыр. Сол ел басқару өкілдік жұмыстарға Момынқұл да Қатысады. араласып, өйткені сауатты адам ғой, иә? Содан ол сайланып, бірақ орнынан түсіп кете береді. Соған Серкебай нағашысы қатты ашуланатын еді. Басқалар жоғарыға көтеріле берсе, сен неге төменге түсіп кете бересің дейді. Сен басқалар сияқты бола алмайды екенсің дейді. Жамансың. Деп қатты ренжиді. Ренжиді. Сол кезде Момынқұл? Сол кезде Момынқұл Серкебай нағашысына қазір жаңа заман, жаңа тәртіп бар екенін түсіндірмекші болады. Бірақ Серкебай нағашысы тауыққа жұмыртқасы ақыл үйрететін болған ба? Немесе естіге жөн айтатын болған ба? Дейді. Иә. Момыш бергеннен кейін Момыш ағасы не дейді? Момыш ағасы Момынқұлға сен Серкебай нағашысынан кешірім сұрай сал. Ол бәрібір жаңа заманды, жаңа тәртіпті түсіне алмайды дейді. Содан Момынқұл Серкебай нағашысынан кешірім сұрап тынады екен. Ал келесі бөлімде оның Мамыт пен Жарылқасын деген ұлдары бар. Олар жұрттан қайтыс болып, балалары жетім қалады. Байға жұқпай құл болып істейді. Анаргүл ол балаларды көрсетпеген жоқ. 16-18 жылдары ашаршылық жоқ болды балалар, иә? Қандай жағдай болды? Егін шықпай, қуаңшылық болып, халықтың жағдайы ауырлап, қыз тумас әженің өзі де жалпы сол жердегі жалпы қауым бәрі жан жаққа өзінің күнделікті бір үзік асты тауып жеу үшін қаңғалап кетті. Байқадық қой балалар? Балалары Мамыт байдың балалары еді, Мамыт пен Жарылқасын. Анау құдыққа салып қинап жатқаны. Анаргүл Нығмет байдың бәйбішесі. Бір қозым өрісте қалып қойды деп неғып жатыр? Жарылқасынды қозыны қалдырып кеткен Жарылқасынды аяғыменен құдыққа салып азаптап жатыр. Сосын Жарылқасын есінен таң қалады. Оны жерге тастап, өзі қашан оянады деп күтіп отырады қарап. Жоқ, Анаргүл өзінің шаруасына араласып кете береді. Қатыгез адам. Бұны ойнап жүрген балалар көріп қалады. Кім бар еді оның ішінде? Бауыржан. Соны әкесіне жеткізеді. Әкесі келіп қараса, Жарылқасын үйдің іргесінде жатыр екен. Оны алып кетіп, үйінде қамқор болады, дәр шөптер береді. Бір жетте өтеді. Жарылқасын жазыла бастайды. Бірақ оның бойында қорқыныш әлі сейілмейді. Әлі қорқиды, шошиды. Ал Анаргүл тіпті Жарылқасынды ойына да алмайды, алып кетем деген. Бірақ бір күні
оның Баласы ұлын Сайлаубай Сайлаубай, келеді де жатқасында алып кетпекші болады. Момыш сонда Сайлаубайға айтады: оның ата-анасы сенен де бай салдырақ болған. Егер сен де осындай ашаршылық жылға тап болсаң, сен балаларың панасы қалмасына кім кепіл дейді. Ал егер сен шешең осы баланы өлтірсе, бүкіл шегір руы сендерді жамандап жүруші. Шегір руының айыбын төлей аласың ба ол кезде дейді, Иә. Содан жарылқасында алып кетеді Сайлаубай. Анаргүл біраз тиіспей жарылқасында, бірақ содан кейін ол тас қалпына қайта түседі екен. Батина руындағы ең сыйлы атақты Нұрбай деген ақсақал болады. Көркіне ақылы сай қызы болады. Ол Бауыржанның ауылына келін болып түседі. Сол Запира, сол бағанағы Нұрбай ақсақалдың Анаргүлден туған 5-ші Дәулет деген ұлына 2-ші әйел болып түседі. Дәулетті ұнатпағандықтан ол төркініне кетіп қалады. Ал Дәулет болса қорқақ, жүрексіз болады. Ал Запира деген сондай батыр қыз сондай болады. Сосын төркініне кетіп қалады. Сол төркініне кетіп қалғаннан кейін үлкен дау шығады. Екі елдің арасында дау шығады. Дауды шеше алмаған соң келісімге келе алмайды. Дау шыққан кезде дауда Нұрбай ақсақал өзінің 5 ұлын және де бағанағы Нығмет бай өзінің 5 ұлын алады да, сол екі елді дау шығып айқасады. Сол жерде Нұрбай күреседі. Нұрбай жақтар жеңіліп жатқан кезде тағы да бір адамды қосып алады. Оған ереже бұзылғанына Момынқұл ашуланып, ол да сол дауға кіріп кетеді. Өз елін жақтап қорғап, сол дауға кіріп, барлық ақсақалдың барлық 5 ұлын, 3 ұлын жығып тастап, Нұрбай ақсақалдықтан жығып тастайды. Соған аттан құлап кезі Момынқұл. Сосын тағы тіпті 2 ұлын ауылына шейін қуып кетеді. Соған Момынқұлдың ағасы Момыш ақсақал үлкен кісіне жігіттерге тисеңде болатын еді. Ақсақалды жыққаның дұрыс болмады деп ескерту айтады Момынқұлға. Сөйтіп, келісім бойынша Запираны қайтадан өздерінің келін қылып Дәулетке келеді. 1943 жылы Бауыржан сол әскерден демалысқа келген кезде Запира өзі сұлу, көркем, жас кезінде сұлу еді. Бірақ сол үйге қонаққа келген кезде өзі бір ажарлы болатын. Ал келген кезде өзі сондай көріксіз болып қалғанын көреді. Бірақ Запираны танымай да қалады. Кейіннен барып таниды. Сосын Запираның өзіне Запираның қалай да қайтарғысы келіп жүргенін көреді. Запираның бойындағы кек отының әлі сөнбегенін байқадым дейді. Жарайды, рахмет, Амина. Бір күні Үбиянға сөз беруге жаңағы Жарылқасынның ағасы Мамытқа атасты. Оларды кезінде байдың балалары, бірақ Үбиян Мамытты не қылмай қойды? Ұнатпай қойды. Сондықтан әжесі мен әкесі не қылды? Ол шешімнен қайтып, қызының ұнатқан жеріне жібереді дейді. Сонымен Үбиянға жігіттер не қылады? Келеді. Бір жігіт келген кезде ол 1-2 сөз айтып қана қояды. Үйде кездесіп, Сәлима, Әлима, Бауыржан, өзінің кіші бауырлары қызықтап неғып жүреді? Қарап жүреді. Олар кеткеннен кейін екеуі оларды мазақтап, Үбиянды неғыла бастайды? Мазақтай бастайды. Бірінші Үбиян оларға қарап күле бастайды. Бірақ одан кейін ашуланып, ұрса бастайды. Қатты ашуланып тұрған кезі. сәті, Олар оған
одан сайын мазақтай бастайды. Я, жарайды. Майлыбай ақсақалдың Аюбай баласына құда түсіп келіседі, иә? Үбиянды ұзатуға. Үбиян 2 апта бойы Тойдың алдында. Тойдың алдында 2 апта бойы туысқандарын аңшыларды болды. Ар жағында түйені көрсетеді. Түйе сыйлықтар толып тұрған түйені, Түйе жетектетеді. ал оның інісі Қожабай 4 тай сыйлайды. Иә. Ағайындар 4 тай жерге оралады. Жатыр. Бұл аққол, бұл мұлыш екеуі амандасып жатыр. Оралады. Сол кезде мінекей, насуретті. Ол кезде барлығы ауылдың соңындағы жаңа отауға кіреді. Ол жерде барлығы Үбиянға арналған жаңа отау. Барлығы келіп құттықтау айтып, сыйлықтар сыйлайды. Бір-біріне әртүрлі сырма, басқа әртүрлі қымбат тұратын қыз заттар жасауына сыйлайды. қажетті Заттарды сыйлықтардың бәрін ауылда, туыстарда бәрі үйге толтырады. Ал үй әкенің ерекше шеберлігімен, зергерлігіменен мына үйдің бәрі толық не қылады? Жабдықталады. Жеңгелері, сіңілдері, аналары бәрі Үбиянға бағың ашылсын, құтты болсын айналайын, бағың жансын деген жылы тілектерін айтады. Кешке жақын барлығы ертең құдалар келетіндіктен дайындала бастайды. Таң атты, құдалар келді. Құдалар көкпар ойнауға барлығы амандасып, қол жуып, Келіп жатады. Осы кезде кім мынау? Аққол, ол өзі көкпардың гүлі аталған кәрі, бірақ өте мықты шапшаң. Жатқанда Момынқұл көкпар дайындап қоятты, аққолға лақтырып жібереді. Аққол өзі көкпар алмайды. Сол кезде өзінің тойы болса да, Момынқұл кіріп кетеді де, көкпарды алатты, аққолға мінекей ақарып лақтыра салды. Иә, қолындағы бейнелеген. Той әрі қарай не қылып жатыр ауылда? Қызып жатыр. Қызып жайғасып. Одан кейін балуа күресі болады. Жеңгендерге орамал байлайды, шапан жабады. Астына ат мінгізіп, үстіне шапан егізіп, беліне орамал байлап, міне сондай жомарттық жасайды. Ал өздері тақыр басына қалады. Үбиянның сыңсуы басқалды. Ол жеңгелері оның көйлегін шешіп бақ тіледі. Мен де, әжесімен де, бауырлармен де, қимай, көзіне жас алып, ерекше сезіммен не қылады? Қоштасады. Сол кезде бала Бауыржан, ол кішкентай еді. Ол кішкентай еді. Сол кезде Алиман қасына Болып келіп... жатқан нәрсеге ой жүгірте алды ма? Жоқ. Сезіне алмай тұрды. Сол кезде Алиман оның қасына келіп, сен тас жүрек адам екенсің, неге жыламайсың, бәрі де жылап жатыр деп, оны соғып жібереді. Соғып жіберген сәтінде Бауыржанның неғып тұрған кезі? Жылап тұрған кезі. Жылап тұрған кезі еді. Ал әрі қарай. Үбиян ауылына кетіп бара жатыр. Көрші ауылға кетіп бара жатыр. Жатты жолда қыз келіншектер Үбиян өзге елге босаға аттап бара жатқанда қоштасу еді. Жарайды, әрі қарай оғыз. Қыздың алдынан не келеді? Қыз келіншектер келеді. Не да қазақтағы бір жақсы дәстүр. Үбиянның сыңсу үдетіп барады. Жарайды. Арқан келген қыз жігіттерге қыз ұзатып бара жатқандар өзінің сый сияпатын беріп, ол сый сияпатты алғаннан кейін олар да өздерінің құрметін жасап, сусындандырып, алыс жолға бара жатқандарды жол болсын айтып шығарып салады. Келе ғой. Үбиянды ұзатып болады сосын елге қайта оралады. Бұл отбасында қандай әңгіме?
Бұл отбасында болғаннан кейін олар тақырға отырып қалады. Сөйтіп, сол өгей шешесі балалардың ұрыс шығарады, соны көтере алмай. Бір қызды ұзатамыз деп. Бір қызды үйде ұрыс шығарады. Сосын Құстомас әже оны көтере алмай қатты ауырып қалады. Ол өзінің қайтыс болатынын біліп, барлық балаларын, немерелерін шақыртып алады, балаларына айтады. Бірақ сен ағасыларыңды шақырмаңдар, ол келіп мазаларыңды алар дейді. Құлға Құран оқытады. Жалпы өзінің дүниеден озатынын не қылады әже? Біледі. Сөйтіп бар баласын, немересін бәрін шақырып, жандар ұстайды. Сөйтіп, Момынқұлға Құран оқытып бастаған кезде қайта бастатады. Діни сауапты кісі бәрін сауапты не қылып жатыр, талап етіп жатыр балаларына. Сосын сөйтіп, уақыт өткеннен кейін Құстомас әже қайтыс болады. Құстомас әженің қайтыс болғаны барлық адамдарға, отбасына, Мыңбұлақ ауылына үлкен қайғы әкеледі. Бауыржан үлкеннің өлімінің аты той деген жай жұбату үшін ғана айтылған сөз екен ғой дейді. Сөйтіп олар көктемде біздің әжеміздің орны ерекше білініп тұрады дейді. Тұрды. Ерекше біздің отбасымызға ұзақ уақытқа қайғының несі тағы не қылмады дейді. Кетпеді. Үзілмеді дейді. Көктемде олар Кузьма Гончаровтар деген орыстармен танысады. Олар сол орыстармен шөп егуді, егін егуді, шөп өруді бірлесіп тіршілік ете бастайды. Тіршілік ете бастайды. Наурыз келеді. Мал төлдейді. Мал төлдейді, ақмолаяды. Сондай сәтті Абайдан асқан жырлаған ақын бар ма? Ақын бар ма дейді. Оны кім айтып отыр? Момыш. Саба бұрынқты Аллантты құтылады. Ақсақалдармен амандасып, ақылмен өте ерекше амандасады. Сол жерде көкпар басталды. Сол күні мереке екенін халыққа Аллант не қылды? Түсіндірді. Жылда осындай мерекені тойлап тұруға шақырды. Сонымен сол жерде көкпар басталды. Бірінші Аққұлата бастады. Аққұлатаның бастағаны өткені Аққұлата көкпардың гүлі атанған. Сондықтан Аққұлата күнде бірінші бастайды көкпарды. Ол жігіттердің ортасында көп аттың өнерін көрсетеді. Бір кезде ол жігіттердің ортасында лақты жіберді, бірақ жігіттер көп таласады. Арасынан қайттан Аққұл алып шығады. Көкпарды Аққұлдың алдына, Садықтың алдына тастайды. Жаңа кімнің алдына кеп тастайды, Сол Садық айтады: "Ақа-ау, қазақта салт бар емес па? Кешелі орамалды асыл жігіті бар үйге лақтырдыңыз" деп төс қалтасындағы қызыл жалауды береді. Аққұлға жұрт: "Сыйлықты сен алдың ау" дейді жалғыз. Бұны тек мен алған жоқпын. Келесіде 1 майда тағы көкпар болған кезде кім жеңіп шығады, соған осы қызыл туды беремін дейді. 1 майда осы сыйлықты беремін дейді. Соны көп ойын болады. Сосын кешке шейін Садық не дейді? Садық Момышқа Момеке қонақасы беруге қалайсың дейді. Біздің елшіміз ажырамаған. Ажырамағанбыз ғой. Әрине қонақасы беруге дайынбыз дейді. Қырып тапсырады. Тапсырма береді өздері.
кешкісін кешкісін қайтып келеді. ауылға келеді. Сөйтсе, Ауылда қараса, ауылдың момынқұл сәні кетіп қойыпты. Малдарды жайылып жүр екен. Ет малды жайлап, етті қазанда ет бұрықтап неғып жатыр дейді. Пісіп жатыр дейді. Самауырлар қайнап жатыр. үйлер жайлап тұр дейді. Содан момыштың үйіне кіреді бәрі. Садық содан мен әкіммін деп бірінші кірген жоқ. Бірінші ақсақалдардан кірді. Содан өзі кірді. Сол кезде Сол кезде есіктің алдында Бауыржан қышиып Садық отыра берсін дейді. Содан мен әкемнің тізесіне жайғасып отырдым дейді. Бір екі әңгімем бар дейді. Айтады. Бізде орыспен, өзбектер, татарлармен татуласса қалай қарайсыздар дейді. еңбек етейік бірлесіп. Еңбек етейік дейді. Барлық ұлттың өкілдерінің бірге татуласып еңбек етейік дейді. Сосын не дейді? Тағы да бір мәселе, дұрыс айтасың, иә? Тағы бір мәселе, жер кімдікі ғой дейді? Жер қазақтікі ғой дейді. Бірақ енді ол ұлттарды да қасымызға жанастырғаннан кейін жер мәселесі туралы да өздеріңіз не қылыңыздар дейді? Ойланыңыздар деп, сондай тапсырма беріп, ақсақалдармен кеңесіп, Аллам риза болып қайтқан екен, иә? Жарайды, рахмет. Момынқұл керемет, ауылды жаңағыдай ұйымдастырып, ауылдың ынтымағын, бірлігін керемет қылып көрсетіп, бүкіл жалғыз Авлантты емес, Авланттың қасындағы 20 жігіті, ауылдан жиналған қаншама ақсақал, жасы бәрін бір ауылға қонақ етті. Жаңағы Үбиянның соңынан тақырға отырған мінеке. Сандықтар жайланғаннан бері Момынқұл үй шаруасын өз мойнына алды. Бір күні сәл мызғып алмақ болды. Аққұлдар үйіне келді. Үйден шықса, Аққұл бір топ адаммен келіп тұрген. Момынқұлды барлығы сабап алып, барлығын қайтадан сабады. Аққұлдың баласы Жақсыбайды жалғасынан түсірді. Аққұлдың алдына келген соң таяғын қойып мұңайып тұрды. Қарақан бұрқ етіп бетін жапты. Сосын кешке Момыш ата келген соң барлығын айтып берді. Олар бірге Жарымбет ақсақалды жүгінеді. Зәуре өзінің өмірін айтады. Жарымбет ақсақал жігіттерге Зәурені үйіне алып барып тастауды бұйырады. Бұл жерде Момынқұлдың еш кінәсі не екен? Жоқ екен. Жазықсыздан Момынқұл не жеді? Таяқ жеді. Бірақ оның Момынқұлдың әдепті болған жері Аққұлдың аузында. Қанша ұрса да ешқандай не болмады? Қолын көтермеді. Үлкенге қолын көтермей, оның таяғын жеп, басы жарылса да тұра. Жауын жауып тұрды. Әулиеата шаһарында жауын жауып тұрған. Аққұл ата Садыққа жүгінуге келе жатты. Есікті ашып, Садық ақа сізбісіз дейді. Амандасып, жақсылап, содан кейін өзінің келген жайын айтты. Бірақ Садық не деді? Бұл іске мен араласа алмаймын деді. Сапирам мен айтқаныма көнбейді деді. Сөйтіп, Зәуре бір жылдан соң тұрмысқа шығып кетті. Енді мінекей, одай. Тобықты руынан шыққан Абай атты кісі болатын. Ол асыл азамат, ақын, әрі бар халықтың арнам дейді. Сондықтан да халық оны өлді деуге қимайды. Деп тірі адамдай қылып айтып отырады екен халық, Сонда кейіннен не қылды дейді, Бауыржан? Түсіндім дейді. Абай өлсе де, Абайдың қадір қасиетін ұмытпайтын халық оны өлді деуге қимайды екен дейді. Енді бірінші май күні басталды. Бәріміз бекет станциясына жиналды. Ақсақалдар әдемі киініп атқа қонады. Бауыржан да өз алдына бір атқа отырғысы келді, бірақ көкесі рұқсат етпеді. Содан неге? Ерте екені
Содан көкем менің әкемнің атының артына отырып мінгестірді дейді. мінгестірді. Мінгестірді дейді. Сөйтіп бұлар Айша же ол Қазығұрт, Шымкент жақтағы Қазығұрт деген жерде үйленген еді. Ол сол жерде тұрады. Алыстан қарасаң бір жаяу аттылыға ол жер неше күндік жер дейді? Үш тәуліктік жер, содан ол жер Айшаның күйеуі Жантөре, ал балалары Болат пен Асқар. Олар Қазығұрт жақта тұрады. Қазығұрт жақта осындай аңыз бар. Ерте заманда осы біздің жерімізді топан су басқан екен. Сол бұл жерде Қазығұрттың жаңағы Ақсақалдың балаларымен бірге қайда мінді? Арбаға мінеді. Ал? Арбаға бірінші рет мініп, кішкене қорқып тұрады. Оған қасындағы Курчешко Василий оған күліп. Ақыры арба кішкене тоқтай бастаған кезде Бауыржан жерге секіріп қашып кетті. түсті. Василий оның артынан құлады. Бауыржан ұстап алып. Сонымен олар жаңағы бірге шөп шапты, Момынқұл көкесі бар, әкесі бар, бәрі. Момынқұл көкесі басында кішкене білмеген оны. Сосын бір шалғыны да сындырып тастады. Оған көзін ашау ренжіп киеді. Бірақ Момынқұл істі тез қабылдайтын адам, тез үйреніп, кетіп көзін ашалды да риза қылды, риза қылды. Сонда бәрі оның балаларымен бірге шалып жүрді. Көзіналар шөпті маялады, ал бұлар шөпті не қылды? Баулады. Бұрынғы өздерінің әдістер бойынша баулады. Баулықты кім жасап тұрды дейді? Бауыржан жасап тұрды. Оны кішкене мадақтап қойып еді. Бауыржан ешқандай шаршаған білмей, жұмысты онан сайын не қыла бердім дейді? Істей бердім дейді. Болды ма? Кет. Қанаты ат деген бекерге айтылмаған. Адамда қазақта бұрында осы айтатын. Егер ер адамда ат пен сұңқары болмаса, ол ер адамға жатпайды дейді. Майды екен, Ақын серінің осы уақытқа дейін ән болып келген құлагерінен де не қылады? Айырылады. Байқалады. Ол жағдай байқалады. Сол құлагердің өлеңін әлі күнге дейін қазақ халқы айтып жүр. Оның қара торғай деген сұңқары болады екен. Ол қартайып қанатынан айырылады екен. Оны да халық әлі күнге шейін айтып жүреді. Ер адам атымен әйгілі болады. Мысалы, Аққұл атамыз Көкшолағы мен Көкпардың гүлі атанған еді. Сол енді осы ауылға аңызды. Ертеде жаңағы жер бетін топан су қаптап, Нұх пайғамбарымыз бір кемеге барлық жан-жануарларды ілінген адам өзгеше екенін және үйіне барғанда дастарханға да бұларға сәйкес мұсылман пайғамбарын не қойды. Сол кезде Бауыржан не тамашалады? Сол кезде Бауыржан суреттерді тамашалады. Ол суреттерде орыс құдайлары икондар тұрды. Олар және үйдің жанында қандай дыбыс естіледі дейді? Орыс шіркеуінің қоңырауы естіледі. Бауыржан таңырқады. Осы сәт әкесі не деді? Әкесі қасына келіп, балам, сен бұл суретке қызықпа, өйткені шайылып келе жатып, алып кете береді. Шайылып келе жатып, бір қазғырт
деген Кеменің жерге табаны қазығұртқа бір соғылады. басына Соғылады. тіреледі. Сосын қайта Нұх қойды. ол қазығұрт екен. Нұх пайғамбар Содан кейін барып судың пәті не қыла бастайды? қайта бастайды. Кеме Бір кеменің ішінде кішкентай сәби ғана қалады. бір ғана бала қалған екен. Содан тіршілік жалғасай береді. Жалғасқан екен дейді. Міне сол жерде жаңағы Айша әпкеміз тұрып жатыр. Сол жерден Айша апалар келе жатады. Келгеннен кейін Аққұл да келеді. Ол сол Айша ападан кешірім сұрауға келген екен. Оны Айша апа әдеткі кезде не қылмай қалды? Түсінбей қалды. Сосын оны Аққұл оған Айша апаға түсіндіріп, мән-жайды айтып береді. Ол Момынқұлды қайтадан құшағына алып еркелете береді. Анау қазығып сол. Ал енді әрі қарай. Бауыржан үйіне кіріп келесі күні кетедім. Аққұл атаның немере інісі Дембай болды. Ол кісі Бауыржан тумай тұрып үйленген екен. Олар көп уақыт бойы балалы болмады. Күндердің бір күнінде олар балалы болыпты. Сонда осы ауылға кімдер келіп жатыр еді? Айша апалар келіп жатқан кезде олардың құрметіне Айша төре кімдік әке болсын деп құрметтеген. Сонда сол кезде туылған кезде той басталды. Бүкіл жерде бауырсақ шашу болған. Сонда балаға 3-ші күн болғанда көкпар береді. Көкпарға Жантөренің балалары келіпті. Олар сол жарыста хас шеберлерімен ойнап жатқан еді. Олар Жантөре екеуі сол көкпарды ойнап жатқан кезде тік тартысқа кетеді. Ар жағына шыққанда Жантөре Аққұлдың қолындағы көкпар бөлініп кетеді. тартыстан бөлініп кетеді. Сонда олар ойнап жатқанда Жантөре тағы бір рет oradan қарғып кеткенде ол арғы жағына өтеді. Ал Аққұл сол oradan секіріп қарғып кеткенде көрінбей қалады. Жұрт аң-таң болады. Жақыннан кезде орға қарағанда Аққұл мен оның ақ шорағы жатыр екен. Аяғы аспан Жатыр. және Аққұлдың денесі бүкіл қан еді. Сонда Жантөре қалғандармен бірге оларды әрең шығарады. Аққұл білер алдында мені ақ шолақтың денесіне орып, солай айтады екен, өзінің аты сүйікті өзіне, солай айтады екен. Ал бірақ осы кезде ең соңғы демінде не деді? Мені Жантөреге. ризамын деген. Бұл не айтты деп ойлайсың? Өйткені Аққұл Жантөренің өзіне шебер атты ойнайтынына риза болған. риза болды, риза болды. Сонда келесі күннің таңында ол Аққұл ата көк шолағымен бірге көз жұмады. Болды неден бозарады. Көз жұмған кезінде мені орап көңілінде деген екен. Міне сол өзінің айтқан ниетіне Аққұл ата не yaptı дейді? Жетіпті дейді, Жаңағы ақылысы. Бұл жерде Тишко Бауыржанды арбаға салып мінгізбекші болады. Шөп шауып жүр, Шөп шауып жүр. Олар осы жерде шөп шауып барады. Үйіне келеді. Бір күні арбаға мінгізбекші болады. Бауыржандар Василийді үйлеріне шақырады. Балалар бірге Бауыржандарды ақсүйек ойынына шақырмақшы болады. Олар ақсүйек ойынын түнде бастайды. Ақсүйек ойынында
Жүйрік бала ақсүйекті тауып алып жүгіре жөнеледі. Оның артынан басқа балалар да жүгіріп кетеді. Сол бір бала Басталады. Ол ақсүйекті келесі ойында ақсүйекті ең бірінші тауып алған Василий. Василий тауып алған сәтте ол жүгіре жөнелді. Сөйтіп ол оның артынан біраз балалар жүгіріп кетті. Бір жүйрік бала оны қуып жетіп, Василий болса оны... Василий осы жерде не қылды? Балаларды бір ақтасты көрсетіп алдады, иә? Алдады. Содан кейін балалардың бәрі не істеді? Ол балаға Ренжіді. ойынның тәртібін бұзғандықтан ренжіді. Ал Ал Бауыржан не істеді енді? Бауыржан оларға араша түсіп, өзінің құрметті Бұл қонақ қой деп балаларға кішкене не айтты? ақыл айтты. Қойтарыс айтты, жарайды. Сонымен ертесіне олар қайда барды? Олар базарға барды. Одан ары қарай Адамдарды Гончаровтар үйлеріне шақырды. қандай жерде тұратын еді? Олар Евгеньевка деген ауылда тұратын еді. Олардың үйлерінің ерекшелігі. Жан-жағы таза, әдемі табиғат, Құдайды адам жаратқан емес деп ақыл айтты. Орыстар болса өзі салған суретке неғып отыр дейді? Тамашалап отыр. Олар яғни діннен неғып жүрген кісілер дейді. Адасып жүрген кісілер. Деген сонымен Бауыржан әкесінің айтқан әңгімесінен өзінің сұрағының жауабын алды. Жарайды, рахмет. Бауыржанды мектепке апаратын уақыт жетті, иә? Бауыржанды мектепке апаратын уақыт жетеді. Өзінің жалғыз ұлы орысқа беріп дүниені тайдырмақшы ма деп күледі. Сосын екі ағайды кешке дейін айтысып отырады. Бауыржанды орыс мектебіне беретін болады. Олар Момынқұл мен Үстінде бейті бар қазақ бұл деп жақтырмайды үйінде. Сөйтсе Бауыржан соларға көрсету үшін бар киімін шешіп тап-таза екенін өзінің дәлелдейді. Бірақ ана Кузьманың кемпіріне біразға дейін неғып жүреді? ренжіп жүреді. Сонымен Бауыржанды жаңа Василий өзімен бірге мектепке апарып жүреді. Ол сыныпта барлық орыс, тек қана Бауыржан қазақ. Қара шашты, анау сары бала керек орыс. Жалғыз қара қазақтан бір Бауыржан ғана отыр еді. Ал мұғалім кім? Мұғалім Мария Ивановна. Мария Ивановна сабақ беріп тұрған. Ал Бауыржаннан не сұрады? Бауыржан ол алфавитті сұрады. Кішкене ол жаңылатын еді, бірақ та ол есептен жүйрік еді. Бауыржан. Және 20-ға дейін жақсылап 20-ға дейін жақсылап орысша санап береді. Есептен өте жүйрік болып осылай неғыла бастады? Осылай бейімделе бастады. Оқи бастады. Мінекей бұл тура біздің жасымызға келген Бауыржанның басынан кешкен оқиғалары балалары. Осы жерден Бауыржан атамыздың. Бауыржанды енді орыс мектебіне беретін болған ба, дінін ұмыттыратын болды ғой деп сөйтіп күледі. Сосын Момынқұл бұл болмайды, үйге қайтайық деп үйге қайтып кетеді. Момынқұл бірде бір орыспен келісе алмай төбелесіп қалады. Содан кейін екеуі бір күнге абақтыға Оған болған жайды түсіндірейін десе не қылмайды? Орыс тілін білмейді. Сондықтан қиналады. Бауыржан осындай жағдайға түсіп қалмасын, орыс тілін білсін деп қайтадан мектепке береді. Орыс мектебіне береді. Ол кімдердің үйіне әкелді? Баяғы Гончаровтардың үйіне әкелді. Біріншіден сол Мәтке Бауыржанды жақтырмай жүреді, қырғыз деп мазақтап жүреді. Бауыржан соған ренжіп, ол Мәтке себебі Мәткенің кеудесіне байқамай тас айтқан еді. Қойнынан. Рахмет сенге. Ал енді әрі қарай балалар
Енді әрі қарай. Келесі 4-ші бөлімімізде мақалдары бар, нақылдары бар. Енді осындағы білмей тұрып билік айтудан аулақ бол дейді. Кімнің несін білмей тұрып оған билік айтпады? Аққұл ұрып келген. Ол енді өзінің інісін жақтырмай дейсіз. Ол өзінің інісін Анығын білген жоқ, иә? Істің анығын білмеген жерге билік айтудан аулақ болды. Отыра ғой. Ақыл айтар мезгілден мың жасаған шалдай бол, қатал болар мезгілде шатырлаған жайдай бол, мейірім түсер мезгілде ағарып атқан таңдай бол дейді. Күркіреп балаларына қаталдықты да көрсетеді. Ал керемет мейірім түскен кезде таңдайда жарқыраған мейірімін шашады екен. Әже, иә? Дұрыс айтасыңдар. Жақсы жан сүйсіндіреді. Құлаққа ұғымды, ойға қонымды келеді. Садықабылановтың бауыры болды. Ол қалып қанады ма? Жоқ. Қалмады. Ал Садықабылановтың ерекшелігі ол кімдермен санасады екен? Ақсақалдармен санасып істі бастайды екен. Жарайды, жақсы. Енді ерлік елдің қасиеті, жүректілік жігіттің. Момынқұл жас кезінде кішкене тентектеу, бір үйдің жаңағы кенжесі болып, емін-еркін өскеннен кейін шолжықтығы да болды, тентектігі де болды, шайпаулығы да болды. Ал бірақ оның бойында қандай қасиеттер бар еді? Ешқасиеті қайсалмайтын, нағыз қайсар қазақтың бойындағы қандай қасиет бар еді. Міне бұл мақал сол Момынқұлды бізге суреттейді. Ал арсыздан айылған артық дейді. Анаргүл себебі ол жарылқасында қатты қинады, азаптады. Ол жаңағы Момышата Анаргүлге ескерту жасайды, ол қайтадан сол ісіне не қылады дейді? Баса береді дейді. Яғни қандай адам? Арсыз адам. Өз қатесін қайталайды. Енді балалар 5-ші бөліміміз бұл қай кейіпкер ойды жалғастыр дейді. Ал енді бұлай дейді бірінші. Балаларым құлақ түріңдерші. Балаларына аңыз ертегі айтқан кезде солай айтады. Соңында ой түйіндеп ақыл сөздерменен аяқтайды екен. Балалары шатасып қалған кезде кейде көбіне аңыздарды, ертегілерді, мәнді әңгімелерді айтып береді екен. Жарайды. Менің күшігім шәуілдесе керек. Айыбын көтергені еді. Кешіремісің? Текебай бидің кімге? Кешірім сұраған. Биден кешірім сұраған. Өткен заманда билер 3 жыл сайын сайлауға түседі екен. Сонда Байзақ Даттанның баласы Қабылбек пенен жаңағы Қызтумас әженің інісі Текебай би сайлауға түскен екен. Сол кезде Серкебай не істеді? Текебайдың баласы Серкебай. Екі жақ біздің биіміз сайланып кету керек деп не қылды? Егесті. Сол кезде Серкебайдың оғаш қылығына әкесінің Қабылбектен келіп кешірім не алған екен? Сұраған кезде ол тіпті мінекей қазақтың сондай сөзге түсінікті, сөз парасатын ұғынатындығы белгілі. Өзін тіпті сайлаудан ысырып, орынды кімге бере салды? Текебайға бере салды. Жарайды, жақсы. Енді түйелей бойың болса да, ешқандай ойың болса Қысқанышы, әже аңыз айтып береді. Кім жыл... Балалары не қыла берді? Балалары бір-бірін мазақтап береді. Сен тауықсың, сен донышсың деп мазақтайды. Сосын әжесі бір аңыз айтып береді. Жыл қайыруды айтып, соның соңындағы түйе жылдан құр қалды. Ал тышқан болса, кішкентай тышқан өзінің ақылдылығымен
жылды көріп, жыл басы атам сондай не болсын дейді. Ойларың болсын балаларым дейді, иә? Ақылға шақырады. Ал енді Жетіөзеннің ар жағында тұрып. Ал Мерең айтсын. Жетіөзеннің ар жағында тобықты руынан Абай деген кісі тұрады екен. Ол халықтың қамын ойлайтын ақын және дана кісі еді. Деп, оны кім айтты? Оны Момыш ата айтты. Момыш ата балаларына Айтып берді. Ал осы жерден Абай. Абай нені ұқты? Абай нені ұқты? Ал айтамын. Абай нені ұқты? Абай нені ұқты? Ол Абайды не өлі деп санамайды екен дейді. Сондай дана Абайды халық еш уақытта өлдіге санамайды екен. Міне соны ұқтым дейді. Жарайды, жақсы балалар. Енді әрі қарай. Қазақ жаңа келген нәрестеге жан тәнмен қуана білетін, қазаға қалың жұрт болып қайғырада білетін халық қой шіркін. Кім неліктен айтты, қандай ойлар жатыр? Қайсымыз әлі? Айта ғой күн. Абылай сен айтшы. Құстымыз әже өлгенде жалғыз оның отбасы емес, бүкіл ауыл адамдары қайғырды. Ал Дембай балалары болғанда бүкіл ауыл қуанды. Осылай ауыл бір жағдай болса, бәрі бірлесіп істейді. Бірге қуанады, қазақ Бірге қайғырады екен. Жарайды, енді әрі қарай. Көкпар ойынының дәстүрін түсіндіріп берген. Садық ақылға шергені садықтың алдында тістейді. Садық ақыл қазақтан шеркенің қызы бар үйге лақтырмай ма? Сосын қыз Ұлы бар үйге лақтырды ғой. ұлы бар үйге лақтырмыз Қызы бар үйге лақтырады, иә? Қыз үйдің ішінен кеселі орамалды алып сыйға тартады. Сыйлайды. Вот, рахмет, жарайды. Енді адамды Құдай жаратты. Құдайды адам жаратқан емес, орыстар жаңсақ, дін жетегінде жүргендер. Әйтпесе өздері салған суреттерге табына ма? Бұл кім? Кімге түсіндірді? Аружан айт. Бұл Момыш атаның сөзі. Жаңағы бауыржан аталар Василийлердің үйіне бара жатқанда, сол жерде бір сурет көреді. Үйіндегі суреттер. Орыстардың құдайы болады. Сонда Момыш ата айтады. Бұл адамды Құдай жаратты, ал Құдайды адам жаратқан жоқ. Бұлар орыстар кішкене діннен адасқан деп. Адасқан адамдар деп баласына өзіміздің мұсылман дінінің дұрыстығын не қылды? Түсіндірді. Жарайды, жақсы. Алдында ол икондарға қарап, ана шіркеудегі дауысқа қарап, кішкене елеңдеп отқан Бауыржан өзінің сұрағының жауабын кімнен алды? Әкесінен алды. Енді теріс өзеннің ерекшелігі осылай. Әмен айтсын, бір ауылдың ақсақалы. Сол ауылдың ақсақалы андай теріс өзеннің ерекшелігін айтады. Сол бір баяғыда жаратқан ем Гималай тауының жартысын алып лақтырып жібергенде Алатау тауы шығыпты. Тағы да сөйтіп лақтырып жібергенде Қаратау тауы шығыпты. Қаратау шығыпты. Сөйтіп сол Алатаудың басындағы қара еріп аққан өзен Қаратауға өзіне тірелген Қаратауға келеді, қайтадан етегінен басына қарай ағады екен, иә? теріс өзен. Сол себептен теріс өзен аталған екен деп күледі екен, иә? Сендей ағайыннан адал арым артық. Бұны кім айтты? Бұл жерде қандай нәрсе жатыр? Ал, айт. Бұны бабаш айтқан. Бабаш өзінің Қабаш деген інісіне. Өйткені олар басқа ауылдан тайырып сатқан еді. Сонда бүкіл ауылды ятта қалдырды, иә? оларға ұры атаған. Халық қоймады ол ауылға жаман айтуды. Сонан оған теріс
теріс батасын беріп және басын Басқа қасқалап, селеп, иә, қолына таяқ ұстатып, теріс шапай кигізіп, не қылды? Қайда барсаң, онда бар деп сен теріс батады бер ауылдан аластап аластап жіберді. Дұрыс айтасыңдар, иә. Енді есер естіге жөн үйретпесін. Есер естіге жөн үйретпесін. Кәне қайсың? Айтпаған балаларда қайсыңыз? Ал Нұржан айтшы. ол кезде момынқұл ол осы айтады да заман өзгергені білесіз бе дейді да, сонда осы айтады. Сонда не жұмыртқа әтешіне тауыққа Ақыл үйрететін болған ба? Немесе? Есер естіге жөн айтатын болған ба дейді. Деп кім айтады мұны? Сергебай нағашы айтады. Жаңа уақыттың, жаңа үкіметтің жаңалығын, тәртібін Сергебай нағашы не қыла бермейді? Мойындай бермейді. Сондықтан да осындай әңгіме болды. Ал Момеке, қонағасы беруге қалайсыз? Үлеспеген еншіміз Садықжан. Кімдердің сөзі неге айтты? Садық аблан келген кезінде көкпар ойналды. Сол көкпарды енді түс болып қалды. Сол кезінде Садық айтады, Момеке қонағасы беруге қалай қарайсыз дейді. Сол кезінде Момыш айтады, біз біріккен халықпыз, қонағасы беруге дайынбыз дейді. Біз әлі еншіміз үлеспеген. Дастарханымыз бірге жайылатын еліміз ғой. Сондықтан да қонағасы беруге дайынбыз дейді. Қазақ сонда бір дастарханнан ас ішіп, су ішетін ағайын екен, сондай қонақ жай және бір-біріне де солай тату тәтті, бірлікшіл, ынтымақшыл халық екен. Рахмет балалар. Енді біз біраз өзіміздің ойға түйген, өзіміздің ойымызға жайғастырған біраз атаның кітабына ойларымызды айтты. Енді 6-шы бөлім ойға түйген тәлімім. Бұнда оқырман, оқушы, атана, ұстаздарға да кезек келді. Ертелі енді міне балалар өздерінің салған суретінен, өздерінің жазған күнделігінен біраз нәрсені баяндады. Балалар, айтып кетейікші. Енді осы кітаптан өз бойымызға қандай нәрселерді алдық, өзіміз білмейтін қандай нәрселерді үйрендік. Мөлшер жасты үйрендік. Айта береді. Көкпардың ережесін. Сосын. Ұлттық ойындар. Қарғыстың ең ауыр теріс бата, ал жазаның ең ауыры қасқалау екенін де білдік. Тағы болды. бір үй үшін бүкіл ауыл бірлігіп, бүкіл ауыл сол намысшыл екенін білдік. Қайсарлық, намыстылық біздің қазақтың бойында. сөздің парасатын түсінетін Дұрыс, жаңағы билердің сайлауындағы біздің ата-бабаларымыздың сөз парасатына, сөздің мәніне тоқтаған халық екенін түсіндік, ал тағы Олар бірлікшір екенін түсіндік. Бірлікшіл. Мысалы, Момынқұл өз үйінің жағдайы емес, ауылының жайы болғаннан кейін жаңа күреске неғып кетті? Кіріп кетті. Ал тағы қатысып отырған ұстаздарымыз бен ата-аналарымызға да берейік. Ал құрметті қонақтар, енді өз пікірлеріңізді білдірсеңіздер. Сөз кезегі Нұржанның әжесі, ардақты ұстаз, ұлағатты ұстаз әжеге берді. Ата-аналар, мінекей ұстаздардың шәкірттері, мінекей бұл кітаптан біз көп нәрсені сіздердің үйренгендеріңізді, ұққандарыңызды, біліп алғандарыңыздың куәсі болды. Мүмкін қазақтың ұлттық салт дәстүрлерін, қазақтың жұрттарын анықтап беретін барлық
бұрыннан келе жатқан салт дәстүрлерді келешек ұрпаққа жеткізетін кітап екендіктерінің балдар біз куәсі болдық. Солай ма? Балдар, неге өздерің баяндап айтып беріп отырсыңдар? Атаның, әженің, ананың, әкенің қадір қасиетін, оның ұстамдылығын, Қыстумас әженің балдарды қалай тәрбиелегенін көріп отырмыз. Ағайын туыс бауырлардың момынқұл менен момыштың бауырлықтарын, олардың бір-бір қандай сыйлайтындықтарын көріп отырмыз. Және де бұл жерде Бауыржан Момышұлының 4 әпкесін қалай ұзатуын, ондағы салт дәстүрлер, мысал үшін атастырып қойған қыздарды бір жұма, 2 жұма ағайын туыстарын аралатып, бұны қызды таныстыру дейді балдар. Ол танысып барған қызға сол бауырлары аяқ астарын және де жиһаздарын, тартуларын беріп, сол қызға ұзатылатын қыздың келешек өмірге бар қажетті бұйымдарын таптап, оларға өздерінің құрметтерін көрсеткені қызды ұзату. Жаңағы көңілдерінің қалаған адамдарына ұзатты деді кейіне. Бұл жерде жастар ортасындағы қарым-қатынасы, махаббаттың да қажет екендігін Қыстумас әже неғып берді? Көрсетіп берді. Қажет екендіктерін көрсетіп берді. Бұның бәрі өмірден алынған уақиғалар. Мысал үшін Қыстумас әженің інілері Текебай, Серкебайлардың ауылдарына барып, Бауыржандардың барып, жатып демалып тәрбие көргендіктері, нағашының қадір қасиеті, балалар. Ағайын ауылдастардың, ауылдың қадір қасиеті, олардың бірлігі, ұйымшылдығы, намысты бірге қорғайтындығы, бірге қуанып, бірге қайғыратындығы. Сен жаңа өздерін көріп, бәрін ұғып алыпсыңдар. Өте жақсы балдар екенсіңдер, өте жақсы қорытынды шығарыпсыңдар. Біз соның куәсі болдық. Сіздерге рахмет, балалар. Міне осы ұшқан ұяда кітабындағы барлық салт дәстүрлерді, мысал үшін көкбәрінің қағидаларын, ақсүйектің ойнау, көріп отырсыңдар қазақтың ұлттық ойындары. Бұлардың барлығы келешек ұрпаққа жалғасуға тиісті нәрселер, балалар. Біз еш уақытта ұмытпай, біз емес, сендер де өз ұрпақтарыңа келешекте соны не қыласыңдар? Үйретесіңдер. Себебі оны кім ойнаған? Бауыржан атамыз ойнап, сендерге өсиетін қалдырып отыр. Сіздерге рахмет, өте жақсы ұғып алыпсыздар. Ұстаздарыңызға рахмет, осылай сіздерге тәрбие беріп, осындай сіздерді бір жүйеге келтіріп жетектеп отырған кім балдар сіздерді? Ұстаздарың. Ұстаз атаңнан да ұлық деп сол үшін айтылған. Ұстазды құрметтемеген ел еш уақытта үлгілі ұрпақ жалғастыра алмайды, балдар. Сол үшін сенің ата-анаң ұстазды құрметтеу. Сол уақытта барып біз өсеміз, көгереміз, ұлағатты тәрбиелі ұрпақ жетістіріп шығара аламыз деген мен тұжырымға келдім. Сізге рахмет. Еңбегіңіз жана берсін. Табысты, берекелі болыңыз. Өмір жасыңыз ұзақ болып, осы халықтың сізге көңілі, деніңіз сау болсын. Құрметті ұстаздар, оқушылар, ата-аналар, бүгінгі ұстаз халқында пайда. Өзім таныстырып дейін, осы жер бастаушының тұмағына, Теміртау Қалдықның Әмелқызы. Мен бүгінгі оқырмандар сайысына келіп сіздерден осындай кітапты керемет оқығандарыңыз, оны басқарып ұйымдастырып, осыны сіздер жетелеп отқан күнге жағдайға бас иігім келеді. Өте ұлағатты ұстаз. Бұл жерде сіздердің соншалықты ұлттық құндылықтардан сусындағандарыңыз көрініп тұр. Әр сөзді бірден іліп алып кетіп, біріңізде бірін жауап беріп жатқанда сондай шын ықыласымен риза болып отырмын. Себебі сендер бұл өмірлік сөз бір кітапта сондай ғана болса, мысалы 2-3 том, 15 томдық орыс шығармаларында
15 мың сөздіктер болады. Ал біздің 10 томдық қазақтың шығармаларында 2 миллионнан астам сөз бар дейді. Енді есептеңіздер, сонда біздің қазақтың қара сөзінің соншалықты бай екенін, өте керемет екенін осындай ақпараттан білуге болады. Сонда біздің мысалы осы кітапты оқып, осы кітаптан өздерінің өмірлік сауаттылықтарды арттырып, сендер ертеңгі уақытта кез келген ортада әңгіме айтып отырған кезде, сендер осы жаңағы өзіміздің салт дәстүрлер туралы сөз келген кезде өздеріңді сондай ашық, емін-еркін әңгімелесе аласыңдар. Өздерінің осы білген және осы шыққан алған тәрбиелерді көрсете аласыңдар. И сол жерде еркін сауатты түрде өз ойларыңды ашық айта аласыңдар. Осының барлығы сендер осы кітап оқығанның пайдасы. Мен өз ұлдарыма айтамын. Кез келген ортада сауатты сөйлеп, сауатты әңгімелесе білудің өзі үлкен өнер. Ал ол үшін кітап оқу керек. Білімді шыңдау үнемі өзіңді білімдерін жетілдіру керек. Міне сіздердің соншалықты үлкен білім алғандарыңды, соншалықты керемет мынандай сурет салып, апай айтып отыр ғой, өте көп суреттер салған деп. Соның ішінде таңдаулы ғана суреттерін ғана алып, осы жерге алып келіп отыр. Қаншама күнделік жазғансыңдар. Ол ішінде ішкі ойларын, ішкі шығармаларын, ішкі жан дүниеден шыққан сендердің туындыларын, мысалы күнделіктер шыққан сендердің. Міне осының барлығы сендер үшін үлкен ерлік, үлкен жетістік. Бұл өмірге қадам басқандағы. Енді сендер бұнымен тоқтап қалмайсыздар. Өйткені сендерге мына апайларының көкешағалары өте үлкен керемет. Кейін осынша тағы да осындай кітаптар оқу. Одан кейін өз білімдерін одан сайын былтырдың өзінде сендер қандай кітап оқыдыңдар? Танысқан өте керемет жұмыс болды. А биылғы шыққан ол енді үлкен жетістік. Енді алдағы уақытта саналы, сауатты азамат болып елімізге үлкен үлес қосатын ұлттық құндылығымызды, дәстүрімізді дәріптеп, жолдастарыңыз, жораларыңа үлгі ретінде сендерді ұсынатындай үлкен азамат болатын сенемін. Балалар, мен таныстырып кетейін өзімді, сіздерге де атымда. Менің есімім Анжела Макетовна, осы мектеп бастауыш сынып мұғалімімін. Және балалар мені таниды, көрші кабинетте сабақ беремін. Мен бүгін балалардың осы оқырман конференциясына қатысып отырып, өте сондай қуанышта отырмын. Разы болып отыр балалар сендерге. Олар міне 4-ші сыныптың оқушылары Күнкеш апайдың несімен осы тәрбие тәлім бергенімен балалардың алға осындай суырылып шығып, не қандай сөйлеп жатқандарына, жаңағы кітапшы бұл күнделікті бастан зерттеп әр оқушы кітапты алып зерттеген. Бұл зерттеудің өзі бір үлкен бір ғылыми зерттеу келе жатады деп айтуға болады. Міне балалардың суырмасымен, әкені салған суреттерінен әр бөлімді алайтып, әрбір бөлімге әр оқушы тоқталып, оған сараптама жасап, әр әдебиет тілмен ғана емес, ұстаздарының берген сұрақтарына жасап, анализ жасап жатыр. Оқушыларға мен рахмет айтамын. Және бұл кітапты не көріп отырмын, бұл кітапта ауылның Бауыржан атамыздың жаңағы қандай ойын түрлерін, қандай салт дәстүрді сақтағанын барлығын жазып кеткен атамыз. Бұл енді бұл Бауыржан атамыздың жазғаны текке жазған жоқ. Не көрдіңдер ме балалар, сендер ұрпақтарсыңдар. Сол ұрпақтан ұрпаққа ары қарай осылай жалғастыра бересіңдер. Жаңағы біздің қазіргі мына 21-ші ғасырдағы өзіміздің Қазақстанда да болып жатқан не көріп тұрсыңдар ғой, рухани жаңғыру. Қазіргі рухани жаңадан жаңғыру деген осы міне біздің салт дәстүріміз, ата-бабамыздан келе жатқан салт дәстүрімізді осы ауыз әдебиетін ары қарай жалғастыру. Міне соны сендер көрсетіп, дәлелдеп жатсыңдар. Ары қарай да осылай сендердің еңбектеріңе балалар осылай жемісті болсын. Ары қарай осылай тоқтап қалмаңдар, жаңағы айтқан ұстаздардың, ата-аналардың жалғастырып, ары қарай дамытады деп ойлаймын. Және сізге де апай, ұстаздарыңызға көп рахмет, еңбегіңізге, адал еңбегіңізге. Бізге балалар үнемі осы кітапты оқуымызда көмекші болып, бар уақытта ақылмен, оймен көмек берген осы кітапхананың меңгерушісі сөз кезегін Мөлдір апайымызға береміз.
Ауылдың балалар, біз биыл да жылдағы дәстүріміз бойынша кітап оқуымызды жалғастырып жатырмыз. Оған үлкен сіздерге бастама беріп, бірінші бастан бері сіздермен бірге жүрген Гүлмира Шапайдың еңбегі. Кітап оқудың өзі бірнеше тактикасы бар, соның ішінде ең керемет бірігіп оқу, дауыстап, ауызбіршілікті білдіреді, болашақтарына деген үлкен көмектің түрі. Бізде кітапхана республикамызда 2007 жылдан бері бір ел бір кітап атты кітап акциясы бар. Шыққан кітабы, екінші Шәкәрім атамыздың шығармалары, үшінші Немат Келімбетов атамыздың Үміт үзгім келмейді атты шығармалары болатын. Соның алғашқы кітабын біз балалар сіздермен оқып аяқтадық. Және алдағы екі кітапты да сіздермен жыл соңына дейін оқып аяқтаймыз деп сенім білдіремін. Сіздердің қолдарыңыздан ол келеді. Бұл уақытқа дейін де дәлелдеп жүрсіздер. Сіздер бұл кітап оқудан ешқандай өздеріңізге кемшілік алып жатқан жоқсыздар. Сіздер үлкен өмірге деген өмірдегі бақытты білімнен тапса, білімді кітаптан табамыз балалар. Сондықтан әрдайым кітаппен достықтанайық. Рахмет сіздерге. Шарамыз өзінің аяқталу кезеңіне де жетіп болған сияқты. Енді көзгіден осы кітапты оқу балалар топтарында да үнемі жаңағыдай отырады айтып жатқандай бірлесіп оқу бізге үлкен жақсы жағдай тудырды. Өйткені біз бірлесіп біріміз ойымыз жетпей жатқан сұрақты біріміз дәлелдеп, бір-бірімізге түсіндік. Керемет қызықтар болды. Сендердің күнделіктеріңді ашып отқан кезде әрқайсысы енді әртүрлі өз қызығушылықтарымен жазғансыңдар. Керемет әр бала кітапты оқыған сайын күннен күнге қызығушылығым арта түсті. Менің деген түсіндірулер барлық күнделікте қайталанып келеді. Барлық күнделіктерін балалар оқыдым. Әр бала әртүрлі ерекше өзінің ойға келген сезімдерін жазған. Бұл жаңағы мынаның ішінде 18 күнге біз мысалы бір шығарманы жазу үшін қанша уақыт дайындаламыз ғой, ал 18 күнге бөліп 18 әдемі шығарманы жазып шыққансыңдар. Рахмет балалар. Бұдан біздің ақыл ойымыз, ой өрісіміз өсті. Өткен жылы менің ағым қожаны оқығанда да біз әлі күнге дейін сол қожаның өскен ортасы, қожаның барлық бастан кешкенімізге де тіпті жаңағы математикаға да неғып жібереміз балалар. Енгізіп жіберіп отырмыз сол мысалдарды, керемет мысалдар болып жатыр. Ал енді мынау ұшқан бұл біздің өмірімізге үлкен тәлім-тәрбие әкелді деп ойлаймын. Қалай ойлайсыз? Қарабай? Ұшпай? Енді құрметті қауым, сіздер де үйден мен байқап отырмын, мектепте менімен бірге оқыса, үйден көбіне ата-аналарымен, әжелерімен, аталарымен, аналарымен, тәтелерімен оқыды бұл балалар. Бірге бөлісті, барлық ішіндегі түсінбейтін жайттердің бәрін апай мына жерде бұл қалай дегенде сұрайды. Сол сұрақтың өзі баланың ана мазмұнды түсінгендігінен. Енді мына суреттерге көз салсаңыздар, мына жерде қараңыздар жейін, мына жылқыны міне қандай керемет салған. Мына жылқы, мына қараңыздар жылқы. Міне жаңа айтып жатырсыз ғой, қазақтың жаңағы жігіті жылқымен дос болады. Сосын сұңқар түспен дос болады деп. Мына біздің қанымызда бар ма, мына балалар міне саламай түсу, мына қараңыз, мына жылқының қандай айтпай салған. Осы суреттердің бәрі ол кітапта жоқ. Балалар осыны өзінің жаңағы мазмұнды оқып отырып, солай салып, мен таң қалдым. Мына суреттерін мен таң қалдым балалардың осылай салады. Кейбіреуі кейде көз алдыңызда салып, кеше кітапты оқып болғаннан кейін қайталап жаңағы балалар енді мазмұныңызға суретпен баяндайық деген кезде керемет қылып салды. Кішкене теңіздің тамшысындай болса да, кішкене балалар өзіміздің үлесімізді қостық деп ойлаймын. Енді бүгінгі іс-шарамыздың соңында Мұхамали Мақатаевтың өткендегі жаңағы несіне жыр оқуына қатысқан біздің Аслан келе ғой. Бауыржан Момышұлына өлеңін айтып бере ғой. Аға, саған білмеймін не тарымды, қай қырыңнан білмеймін байқарымды.
көңіл төгөй көмейге кептелді де, түрмесіне кеудемнің қайтарылды. Қайтерімді білмеймін, не айтарымды, жасқануды білмеушем жалтарам деген, алып шықпай ол неге аңтарылды. Сен зару емессің ғой құрметке, сырлаяқтың сыны бар сыры кеткен. Тонға емес орамал жолға жарап, сый тартуды атамыз іріметкен. Тартар сыйым өзіңе болмағасын, белгілі ғой қасыңа жоламасын. Ақ сұңқарым бар еді, сен көріп жыладым-ау, жетім дедің кегіме жесірлердің, суар бен суалған бұлағына, қайра бедім зауалдың шарығына, қақта бедім қанмайдан жалынана, қынабына оны да жасырдым мен, керек болып жүрер деп халағыма, қынабына сап қойдым үмітпенен, оның несін жасарам бүгіп сенен. Саған аға сақталған бір сый бар-ау, назарына ешкімнің ілікпеген, алтында алмас емес жалтылдаған, бір сый бар аға саған тартылмаған. Ұрпақтар аңыз етіп айта жүрер, сыйдан да он есе артық таңқылмаған, ешкімнің назарына ілікпеген, саған бір сый тартам деп үміттенем, жүрегімнің тапсырған аманатын бере алмай кетем бе күдіктенем. Қандай сый тартсам екен аға саған, білмеймін жараспай ма жараса ма. Ешбір сый таба алмасам аға саған, аппақ тонын атамның тәбәрігін жүзге келде баққана жаба салам. Бауыржан атамыздың көзінің тірі кезінде алмаған атағын мұңды болып айтқан өлеңі бұл. Ал бірақ кейін президентіміз сол халық қаһарманы деген атағын алып берді. Осыған өздеріңіз куәсіздер. Енді алған тәніміз бойымызға дарсын деп іс-шарамызды аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.